Нұрлыбек, психолог, космонавт. Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Эфирде Ләззат Нұрлыбек. Көптен бері кіруім эфирге. Енді қанша адам жиналар екен көрейік. Космоэнергет, психолог маман болам. Эфирде тегін космоэнергетикалық сеанс жүреді. Сондықтан қатысамыз. Кеш жарық. Кім бар екенін жиналып көрейік. Көптен бері шығым. Өз көптен шықпаса, мынау эфирдің аттығын сұқ бола ма бірдеме? Қыздар, эфирде тегін сеанс болады, шықпаймыз. Көптен бері шығым, енді көрейік қаншадан жиналады. Қайта эфирге кімге көмектескіңіз келеді, кім денсаулық жағынан қысылып жүр, қиналып, кім ақша жағынан, кім қарым-қатынас, соған жіберіңіздер. Керемет сеанс болады, космоэнергетикалық. Қалдарыңыз қалай? Қазір кішкене күтіп көрейік. Жиналады оқыстар. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Қазір қыздар жиналсын, сосын бастаймыз әңгімемізді. Космоэнергетика туралы сұрақ көп қойып жатты жан менің оқырмандарым парақшамда. Одан қалып тағы қандай сұрақтар болып еді. Соның бәріне қуат трансформациялық тренингі болады ғой, 5000 теңгелік. Сол туралы сұрағандар бар, мен соның барлығына жауап беремін. Қалдарыңыз қалай? Көптен шықпадым эфирге. Әйтеуір реті келмей қойды. Осы алдыңғы күні жолдасымның зиратын көтеріп, соған Құдай асып бердік. Сонымен енді бүгін көрдім. Енді бұйыртса тоқтамаймын деп ойлаймын. Космоэнергетикалық сеанс болады. Ссылка жібересіз бе дейді. Қалай ссылка жібереді? Мен инстаграм парақшамды білмеймін. Мына жерде отырған қыздар, біреуіңіз мен чатыма, мен инстаграм парақшам ссылкасын жібересіздер ме? Қазір мен шығып кетсем нетіп қалады. Эфир неактивный болып қалады да. Ссылка сұрап жатыр. Ссылка жіберсеңіздер. Ссылка жібере саласыз, оны кім екен, менің чатымда бар қыздар бар ма? Қазір мен шықсам, қайтадан кіре алмай қалам. Бағай, қозғап отыр. Қандай сұрақтарыңыз бар? Мен космоэнергетиканы үздіксіз практиковать етіп келе жатырмын. Керемет енді не бар ғой, ана жол біраз депрессияға кетіп қалдым, анау жағдайлар болды. Екінші, кеш жарық, екінші деммен дейміз бе, екінші леппен қайтадан бастадым, қалдымда айттым ғой, міне. Керемет нәрсе. Каналдары кәдімгі шынымен әсер етеді. Күні кеше емес, алдыңғы күні ғой, кеше ме, мен ұмытып қалдым. Курс өткіздім ғой, космоэнергетикалық. Сонда жаңа өзімнің рухани даму орталығымда әйелдерді тазалаймыз ғой. Бірінші курс өткізген кезде, космоэнергетик курс өткізген бірінші жаңағы офлайн форматта несін тазалап аламыз. Зайгүл, қалайсың жаным? Чатқа ссылка жібересіз, қыздар жазып жатыр. Ссылка жібересіз бе дейді ғой.
Ссылка Шынар ханым, қалыңыз қалай? Қандай сұрақтарыңыз бар, қойып отырыңыздар. Бүгін эфирге Жұпар ханым кіру керек бұйыртса. Космоэнергет, өзі жаңағы не массажистка опытный. Қайырлы кеш, Зайгүл, амансың ба? Енді күнде бір өзімнің шәкіртіммен, әр шыққан эфирім сайын шәкіртіммен шықпасам, рахмет жаным. Бүгін енді Жұпар кіру керек, егер үлгірсе. Эфирдің ортасында. Тікелей эфирге. Қалдарыңыз қалай? Қандай сұрақтарыңыз бар? Ана жолы менің чатымда кешеме жазып жатты ғой. Космоэнергетиканы мен түсінбеймін деп. Қазір қыздар жиналсын, толық космоэнергетика туралы мен мағлұмат берем. Енді осымен мен магистр болғалы, Раушан Ақылханның ең алғаш магистрім ғой. Так, мен майдың аяғында алған былтыр. Почти менің мәссам уақыт деген қазірде магистр болғанның өзіне 1 жыл болыпты ғой. Ол алдында, енді оның алдында оқып бастадым, ал нақты магистр болғаныма конкретно 1 жыл болыпты. Соны 1 жылдан бері мен мысалы осы космоэнергетика курсын қаншама рет қайталадым. Білем, бір бәленбай рет өткізіп тастадым. Өйткені мен магистр алғаннан кейін есімде мен бірден бастаған космоэнергетика курсын. Қалайсыздар? Мен қыздарым келіп жатыр. Қайырлы кеш, Айманжан. Бүгін Жұпар шығу керек, Айман. Ертең шығыңдар. Шынар апай шықсын бір күні Айман, Зайгүл. Шынар апай менің ең алғашқы мастерім, Зайгүл мастерім отыр міне. Қалдарыңыз қалай? Ссылка жіберіп отырыңыздар нені самолетчикті. Осыма бар адам, қазір кішкене жиналсын, қазір басталып кетеді да, сосын аяғы тыңдай алмай қалады қаншама адам. Космоэнергетика туралы сұрап жатқан ханымдар қайда менің парақшамда? Космоэнергетиканы айтайық. Күшті сәттілік дейді, рахмет. Уже мына Шынар ханым канал орнатып, уже мастер ол активно жұмыс жасап жатыр. Тоқтамай. Тағы да бірінші осы магистрім бұйыртса Шынар ханым болады шығар деп өзім күтіп жүрмін. Қалдарыңыз қалай? Шынар ханым активно кірісіп жатыр қазір космоэнергетикаға. Рақат қой расында, қаншама бала шағасына, жолдасына, бәріне канал орнатып. Өзіміз жиналып қаппыз, космоэнергеттер. Жаңа космоэнергетиканы білем деп жазғандар қайда менің парақшама? Космоэнергетиканы түсінбей жүрмін осы деп, толық деп. Одан қалды жаңа қуат трансформациялық жаңағы нем бар ғой, курсым, тренингім 5000 теңгелік болатын 7 күнің ала жаса, сол туралы сұраған, соның бәрін айтайын деп едім ғой. Сәлеметсіз бе, Аял, Алақан, ой. Шұғыла ханым, қалыңыз қалай? Қалайсыз космоэнергетиканы енді әлі бастамаған шығарсың наработкасын, е? Соңғы оққан шәкіртім менің. Уже готовый келген ғой, дайын уже. Готовый келген. Шынар ханым молодец, керемет дейді. Шынар ханым тәйтібай активно кірісіп жатыр. Солай істеу керек қой. Бұнау әсіресе бар ғой, қыздар. Өзіміз ғой әңгіме айта берейік. Бұнау басқа космоэнергетика ілімі деп айтайын ба, не деп айтайын? Инструменті бұл кәдімгі пайдаланбаса обал болатын нәрсе деп ойлаймын мен. Кәдімгі мысалы нанға обал деген дүние бар ғой мысалы. Сол сияқылды керемет инструментті мынау. Оны оқып алып, бір жағында ақшан кетеді, ол ақшаны да қойшы, одан барын космоэнергетиканың каналдарын санастройка жасап алып, оны пайдаланбаса ол өте есеп обал да. Мынандай керемет дүниені оқып алып пайдаланбайтын адамдарға таң қалам да. Пайдаланбайды. Арасында бар ғой. Жаңадан кірдім дейді. О, керемет, сәлеметсіз бе? Жанерке дейді. Қазір не туралы айтылады дейді. Космоэнергетика туралы айтамыз. Космоэнергетика, психология. Космоэнергетика дегеніміз қазір түсінесіз. Кішкене шыдаңыз. Сосын не болады? Космоэнергетика туралы тек қана түсіндіріп қана қоймаймын. Сеанс болады, керемет сеанс. Қазір сәл күтіңіз. Мен наработка бастадым, жаңадан оқығам Алматыда дейді.
Сағынхан ханым сізсіз ғой, бастадыңыз ғой, қалай әсер етіп жатыр? Мына Сағынханды расында өзім бүкіл шәкірттерім көріп алыпты бүгін эфирге. Шынымен кіре беріңіздер, қазір бастаймыз. Самолетчик жіберіңіздер. Гүлбаршын апай да отыр мына жерде, кіріпті ғой. Шынымен кірен өзім оқытқан адамдар почти. Гүлбаршын апайды көріп қалдым. Бұйыртса енді осымен 4 мастер болды ғой менде. 4-ші байқадыңыздар ма Шынар ханым? Неден чаттан, мастерлер чатынан 4-ші өзім туған ағам Ерлан деген. Сол мастер болды ғой, Ерлан ағам. Ол да керемет практиковать етіп, осы мастер болғаннан кейін энергияны шынымен жаңа көбейгенін сезініп жүрмін дейді. Сіз сияқты ол дейді, наработкаға тұрып бастадым дейді. Қайтадан тағы. Екінші немен, дыханиемен. Енді бұйыртса жұпар қайынсіңлім болады. Ол ана жолы просто қол тимей қалды да, енді отбасылық жағдаймен. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Тағы бір 30-ға жеткізіп самолетчик жіберіп тастаңыздар. Жаңа өзім шәкірттерім айтып жатқаным, космоэнергетиканы оқып алып, бұны пайдаланбаса кәдімгі обал нәрсе да. Шынымен керемет не ғой бұл енді. Адамның денсаулығына да әсер етеді, қарым-қатынасқа да әсер етеді. Енді барлығымызға жасыратын жоқ. Ақша керек қой, ақша керек емес адам жоқ. Ол ақша дегеніміз, ол айтсақ қазір әрі қарай тема көтеріліп кетеді. Ақша бәрімізге керек емес. Соның барлығын реттеуге деп айтайын ба, денсаулықты жақсартуға, қарым-қатынасты жақсартуға, ақша потогын ашуға әсер ететін бірден бір керемет мощный құрал ғой бұл космоэнергетика. Дайын құрал. Космоэнергетика бұл жаңа физика, астрономия, анатомия, география ғылымдарының тоғысқан жері. Бұл жерде жаңағы базовыйдың өзінде 43 канал бар. Бұл космоэнергетиканы орыстың ғалымы, академик, физик, өзі бір жағы жаңағы көріпкелдер отбасынан шыққан, әулетінен шыққан, өзі академик, өзі физик, Петровтың шығарған жылдар бойы 83 жылдан бастап 94 жылға дейін зерттеп, 96 жылдан бастап адамдарға үйретіп бастап, жаңағы өзінің ұсынған несі бір саласы ғой, альтернативті медицина деп айтуға, яғни қазақша баламалы. Бұл жаңағы адамның ағзасына деп айтайын ба, жалпы адам 99,99% неден тұрады? Энергиядан тұрады. Энергия сіздің әрбір егер микроскоппен қараған кезде, оны ғалымдар зерттеген, бұның мен айтып отқан әңгіме емес, жай әңгіме емес. Кәдімгі әрбір клеткаңыз, әрбір жаңағы атомыңыз, ядро энергиядан тұрады. Сол сіздің энергияңызды, яғни грязный энергетикадан реттейтін бір керемет құрал. Өзіміз үшін оқу керек па, неше ден оқу керек дейді. Бұл космоэнергетиканы оқып алғаныңыз дұрыс. Өйткені осындай сеансқа тұрасыздар, ол бәрбір сеансқа тұрып тазарынғанмен адам болғасын қайтадан психоэмоционалдық жағдайымыз бұзылып, қайтадан денсаулығымыз сыр беріп, қайтадан қарым-қатынасымыз быт-шыт болып, сөйтіп жаңағыдай қиын жағдайға түсіп жатамыз. Сондай кезде бұл керемет инструмент. Бұл жерде мысалы аяқ астынан қолыңыз бір жеріңіз күйіп қала ма, күйікті 10 минутта жазатын керемет дүние. Сондай мысалы менің шәкірттерім үшін парақшамды қарасаңыздар, Гүлшат апай мысалы неде жасаған, производственный жаңағы аптекада жасаған, сөйтіп жаңағы нелерді көтеріп жатады ғой, кислота ма жаңағы нелерді, растворларды. Сол кезде жаңағы раствор сынып кетіп, үстінің барлығын күйік шалып, сосын өзі де космоэнергет, сіңілісі де космоэнергет, соны космоэнергетиканың каналдары арқылы бүйтіп тартып, келесі күні бірден жазылып кетті. Сәл-сәл ғана қызарған орындары қалды. Ал оның алдында дәл сол сияқты жұмыстас бір келіншек күйіп қалған ғой. 3 ай бойы қиналған ғой. Күйіктен кейін білесіздер ғой. Валдери дейді ғой жаңағы. Суланып кетеді. Одан кейін ол тыртық қалады. Соның барлығын керемет жаңағы космоэнергетика каналы арқылы реттеп алған ғой. Одан қалды миома киста жазылған, мысалы менің өз басымнан емдеген. Менің мына гайморит аллергиям 8 жыл бойы страдать еткен. Керемет енді толып жатыр.
әрбір десін біз даже қазір онкологияны емделіп жатқан, онкологияда емделіп жатқан шәкіртім бар. Зайгүл мысалы емдеп жатыр. Гормональный каналға тұрып жүрмін дейді. Аппетитті азайтады екен дейді. Кешке ужин ішпей жүрмін, тойып тұрамын дейді. Міне керемет, қандай керемет нәрсе. Гормональный бізде атын айтпаймыз, оны космоэнергеттер отырған жерде айтамыз. Гормональный, женское омолаживание. Сіздің гормондарыңызды реттейді, на клеточном уровне әрбір клеткаңызды жасартатын. Адамда өзі бәленбай триллион не бар ғой, жаңа клеткадан тұрамыз ғой. Сол клетканы обновить ететін, жаңағы омолаживать ететін керемет бізде гормондарға әсер ететін канал бар. Соны пайдалану арқылы мысалы салмақты реттеу болады, салмақты азайтуға да болады, салмақты қосуға да болады. Жалпы мынау өзі наработанный адаммен ненаработанный адамды кәдімгі результат на лицо байқап тұрамыз да. Кәдімгідей көзге ұрып тұрады. Бұл жерде есебі мысалы қарашы, сіздің денеңіз бір гриппен, инфекционный вирусный аурумен ауырып қалдыңыз деген мысалға. Барасыз да не істейсіз? Антибиотик саласыз да бірден жазылып аласыз. Сол сияқты сіздің жаңағы әрбір клеткаңыз ішіңізде қаншама энергиядан тұрады. Одан сыртқы адамды оболочкасы бар ғой, жаңағы қоршауы, полисі деп айтамыз, энергиясы деп айтамыз. Оны енді екінің бірі көз ашық адам түсініп қалдық қой біз, біздің аурамыз, полиіміз бар екен. Соны міне нетеді, тазартады негативті энергетикадан. Соны реттейді. Адамның психоэмоционалдық жағдайыңыз, яғни бұзылған кезде сіздің мінез құлқыңыз бұзылып, ашу ызаға кеңеліп, бір қызғаныш, реніш, өкпе, бір жертва состояниеге түскен кезде адамның полисі бұзыла, жарылады десе, бұзылады. Мұз шатырлап сынады ғой, сол сияқты адамның қоршап тұрған оболочкасы бұзылады. Міне сол кезде жаңағы тесілген жерлерге, сынған, жарылған жерлерге ол жай тұрмайды. Грязный энергетика дейді ғой, жаңағыдай. Негативті энергетика, яғни жағымсыз энергия уже кіре бастайды. Ол қайдан келеді? Жаңағы өзіңіз психоэмоционалдық жағдайыңыз бұзылады. Одан қалды сіз басқа бір адамның негативті энергетикасы, тіл, көз, дуа деп атады. Соның барлығы өтіп, грязный энергетика жаңағыдай жиналып, қара энергия, ол бірте-бірте массаға айналып, әрі қарай уже сущность деп айтамыз ғой, жын-пәлекетке айналып, уже оған не керек сізден? Энергия керек, тамақ сұрамайды, оған ақша керек жоқ. Өзіңізге жетпейтін энергияңыздан айырылып, одан кейін әрі қарай ағзаларыңыз ауру, мысалы ауру аспаннан түспейді. Ол адам жүрегілі өзіміздің сатып алған ауруларымыз ғой, өзіміздің жаңа эмоционалдық жағдайымыздың бұзылуымен, мінез құлқымыздың бұзылуымен тартып алған ауруларымыз. Ағзаларыңыз уже ауруға шалдыға бастайды. Одан қалды жаңа адамда 7 чакра қуат көзі бар. Ол әр қуат көзінің өзінің атқаратын қызметі бар. Сол қуат көздерінің жұмысы бұзыла бастайды. Көрдіңіздер ме? Салдарынан уже қарапайым тілмен айтқан кезде жолы болмайтын адам деп айтамыз ғой. Жолым жабылып қалды, жолым болмай қалды. Міне сондай адам қайдан шығады? Міне содан шығады. Ауру адам қайдан шығады? Толып жатқан онкология. Міне соның барлығы соның салдарынан шығады. Енді соны айтыңызшы, қай дәрігер, қай врачқа барыпсыз? Аураңызды, полиңізді реттетесіз. Қай врач сіздің жаңағындай сущность жын-пәлекеттерден тазалап, қай врач сіздің чакраларыңыздың қуат көздерінің жұмысын ретке келтіріп береді. Міне сондай кезде космоэнергеттердің атқаратын қызметі. Бірақ біз медицинаны алып тастамаймыз. Міндетті түрде медицина керек. Әсіресе ішкі ағза, бір күрделі ауруларды біз дәрігер емеспіз. Біз жаңағы энергетикамен жұмыс жасаймыз. Бірақ физикалық тұрғыда организмдердің, яғни ағзаның жұмысының бұзылуын кәдімгі диагноз анықталып, оны дәрігерлер бізге анықтап береді. Медицинамен қатар жүретін нәрсе ғой. Қазір өзі заманына қарай адам ілесіп отыру керек қой. Бұрын мысалы тек қана дәрігерлер шамалы ауру жасатын болса, қазір тек қана дәрігердің соңында антибиотик ішіп, ағзаңыздың бәрі, мысалы өтіңіз соғып қалса, өтіңіздің жұмысы бұзылса, өтті алдырып тастап, маткаңыздың жұмысы бұзылса, матканы алдырып тастап, онымен концасына жете алмайсыз. Өйткені сіздің іші сыртыңыз, тағы да айтамын, энергиядан тұрады. Сізде мен аурумын деген информация, ақпарат тұр. Ол медицина оның жаңағыдай салдарын ғана, яғни ауырып тұрған, өтіңізді ауырып тұрма, өтіңізді емдеуге тырысады,
болмаса алып тастайды, бітті, салдарын ғана емдейді. А оның түпкі себебін медицина емдемейді. Ол қайдан шықты, анау дегендей ақпаратты алып тастаймыз деп. Онымен міне, пожалуйста, космоэнергетика саласы соны зерттейді, соны емдейді, себебін алып тастайды да. Мысалы, мынау онкологиямен қазір көп адамдар ауырып жатыр ғой. Мысалы, солардың естисіздер ғой, мысалы, омыраудан онкология болса, артынан кейін женский маткасы да онкология тағы болды деп. Өйткені неге ол болады? Мына жер, мысалы, емшегін алып тастады ма, әрғай жазылып кетпейді ол. Тағы уже несіне әсер етеді. Өйткені оның ағзасында мен аурумын деген информация тұр ғой. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан медицина да керек, мынандай баламалы альтернативті медицина да керек. Екеуін қатар. Денсаулық әркімнің өзіне керек. Шынымен толыққанды барлық ауруымнан жазылам, чакраларымның жұмысын реттейм, ақша потогымды ашам, одан қалды қарым-қатынасты реттейм деген адам болса, міндетті түрде осындай баламалы ғылымдарды пайдаланатын заман туды. Сіз қабылдасаңыз да, қабылдамасаңыз да. Қазір энергияның заманы, яғни ішкі сезімдердің бой көтерген заманы. Бұрын, мысалы, кімнің ниеті қандай, кімнің сезімі қандай сезімде тұр, ода шаруам жоқ, ол туралы әңгімелер айтылмайтын еді ғой. Қазір міне солардың бой көтерген, яғни солардың өмірдің жаңағыдай несін сапасын анықтайтын бір факторлар осы жаңағы сіздің ішкі состояниеңіз, ішкі жағдайыңыз, яғни ішкі жағдай дейін, сіздің ішкі жай күйіңіз, сіздің ішіңізде ойлайтын ойларыңыз, сіздің сезімдеріңіз, сіздің энергетикаңыз, мен солардың бой көтерген заманы. Көрдіңіздер ме? Бүгін келін баламды энергетический массаж жасаған, тыныс жеңілдеп қалды. Өздері айтады, тема ғой деп, рахат қой, мысалы, энергетический массаж деген. Бұл жерде сосын адамды экологично емдейді, экологично. Құр мысалы дәріні іше берсеңіз, антибиотик салдыра берсеңіз, адам иммунитеті түсіп кетпей ме? Бұл жерде бәрін экологично емдейді. Сондықтан солай. Қалғандар қайда? Әбден парақшамның несін ақпаратын түсіріп бітіріппін ғой мен. Прямой эфирге шықпай. Тек қана өзіміз отырмыз ба, қыздар? Космоэнергеттер? Таргет бермей жүрмін, енді соның барлығын қайтадан қолға алу керек. Болды осымен. Уақыт болса ұзақ, шегіртке сияқты шырылдамай кірісу керек. Сондықтан сондай заман. Жаңадан отырғандар бар ма? Тек қана менің өзім шәкірттерім бе? Қандай сұрақтарыңыз бар? Космоэнергетиканы кім түсінбеді? Соны айтайық. Егер офлайн сеанс алғыларыңыз келсе, өте арзан, осы 7 май күні, мамыр күні 5.000 теңге, бар болған 5.000 теңгеге керемет тренинг болады. Ана 500 мыңға татитын тренинг. Онда не болады? Космоэнергетикалық сеанс офлайн форматта болады. Все равно офлайнның аты офлайн. Одан қалды өзімнің қуат деген авторлық менің методикам бар, әдістемем. Соны өткізем содан. Одан қалды макросбор бар ол жерде. Одан қалды дегенде мен қосып жатырмын, психодраманы қосып жатырмын да. Бұйыртса психодрама болады. Соның барлығы бар болған 5.000 теңге. Бір табақ ет жейтін болып жиналса дейсіз бе? Жұпар ханым кірді ғой. Жұпарымда өзіміздің қыздар ғана отырмыз бак. Көбісі өзіміздің қыздар. Жұпар, запрос жасайсың ба? Тастай ғой. Бүгін сенен бастайық, сосын әрбір эфирге бұйырса осылай. Қыздардың уақыты болып жатса, бірге шайық. Мынау менің парақшамның ақыбатын көтерейік, мынау 10 адам деген не масқара? Енді мен жалқаулықты қойып, сылтауды қойып, аптасына жоқ дегенде бір 3 рет, 4 рет эфирге шығайын. Болмайды екен. Бұл өзі әлеуметтік желіні дамытудың өзі үлкен жұмыс болды. Тағы Жұпарды қабылдайық. Қабылдадым, Жұпар. Кірмезді ме? Қалайсың? Сәлем. Кеш жарық.
анық көрініп тұрсың. Бәрі дауысың естіліп, анық Аха. көрініп тұрсың. Күшті, күшті. Кеш Қалайсың жарық. жаным? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Почти мына жерде Шынар ханым да отыр, Шұғыла ханым, Сағынхан апай, Гүлбаршын апайды көрдім, Зайгүл. Біздің қыздар отыр екен мына жерде. Біздің қыздар почти. Ұшық Қалайсың шыққан жаным? еді, келмей жатыр, кетпей жатыр міне. Бар ғой. Шыққан жақсы дейді бірақ, а? Ұшықтың несі бар емес пе, неғып енді. Да, ой, маймат кеттің. Қайсымен еді? Мотор түскен ба? Ойды болды, бар ғой өзі. Да? Мен де кешегі анау жарты күн ауырдым, жарты күн жазылып кеттім де. Ешқандай антибиотиксіз, ештемесіз. Жер ұрып тастаған айдым. Бірінен кейін бірін неше түрлі событие болды ғой. Иә. Шынар ханым қалыңыз қалай? Шынар ханым деген уже мастер болып активно нетіп жатыр. Мастер болу керек. Сол біле, құнттамай деміз ғой біле. Енді бұйыртса сен аласың енді, ана жылы уақытым болмады ғой енді. Иә. Ал Жұпар ханым не айтасыз? Өзі массажистка. Миома кистасынан жазылды. Спираль орнына түсті. Экологично. Содан кейін тоқтап қалдық қой деп ары қарай кішкене дамыту керек болып жатыр енді космоэнергетиканы. Жоқ, сен әрбір массажыңды қазір тек қана каналмен жасайсың, қазір? Иә, тек қана каналмен жасаймын. Өзім видео жаттығуларымды тек қана каналмен жасаймын. Жасадым. Бүгін, кстати, мен тиктокқа шыққан едім. Иә. Қазір мен ақ көрейін ба? Қазір 1 секунд. Иә. Массажды негізі мына массажисткалардың каналсыз жасаса, бұл канал дегенімізде есебі энергия ғой, энергия. Оны жаңа Петров өзі ашып қойған. Мысалы, сізбен біздің телефон арқылы сөйлесіп отыруымыздың өзі жиілік қой, частоты. Әйтпесе осы біреуіңіз Алматыдан, біреуіңіз Көкшетау, біреуіңіз Шымкент, мен мысалы Астанадан 2 телефонның арасында жалғамсым тұрған жоқ қой, частоты. Сол массаж әсіресе частоты арқылы жасаса керемет, иә? Рахмет, Шынар апай. Тосып жүрміз дейді. Бірінші мастер болдыңыз ғой сіз, Ләззат ханымның не? Мен айтам, бүгін неге шыққам ғой, өзім тиктокқа шыққам. Не туралы айттым, сосын бар. Мен айтам, как раз фотом тұрған ғой, бүйтіп көрсетіп жатырмын ғой, бүйтіп дәл мынау бар ғой, 2016 жылғы фотом екен. 2016 ровно. Шыңды қара. Соны айтады ғой бәрі. Міне тетясы ғой де. Міне тетя болып тұрмын көрдің бе бұл жерде? Мойнымда жоқ, міне да. Бүкіл денеңмен кәдімгі толып кетіп едің ғой? Иә, міне бетім бәрі толық. Кәдімгідей ғой, міне да. Мойын деген жоқ. Ровно 10 жыл екен. 2016 жыл 09 май кезінде ғой да. Барғанда. Соны айтып жатырмын да, жасару каналының бәріне әсері бар. Жасарғымыз келеді ғой бәріміздің де. Манада менің подружкам айтып жатыр, біраз болды сөйлесіп келіп, видео бетің өзгеріпті ғой Ләззаттен. Соны айтам, сен бекер. Негізі массажды саған алу керек. Массаж, жаттығу барлығын етсең, табиғидан ете бересің. Нені отменить едік па жаңағы пластиканы ма? Соны айтам, керек емес. Шынымен космоэнергетика керемет, е? Иә, бізде өйткені не бар ғой, сүйектің каналда бар ғой, сүйек. Сүйектен болады ғой бізде. Не только сырттаған ғой, сүйек қартаяды ғой, көрдің бе? Содан кейін барып басталады, е, сүйектен басталады. Біз еще сүйектің каналына наработкаға тұрамыз ғой, соның да әсері бар ғой, е? Иә. Бағжамал, сәлеметсіз бе? Қалайсың жаным? Не тағы бір шәкіртім? Жағалай, өзіміз отырмыз ба, не болып кетті көзімізге. Бірімізге. Енді. Мен қашан бүгін бәрімен шәкірттерім почти. Мен бүгін тиктокта отырдым, біраз адам шықты. Сосын, бірақ тиктокта дәл осылай екеу болмайды, шығуға. Ол жерде аудио болады. Аудио ғана болады. Тиктокта біраз отырды, біраз адамға айттым, 7 күнгі не туралы. Психодраманы ұмытып кеттім. Психодраманы айтып жүрейінші. Психодрама деген, мысалы, біз психолог
обычно қалай жасаймыз консультация жасаған кезде жаңа түсінуге итермелейміз ғой сөз арқылы. Мысалы біреу айтайын. Мысалы сен айтайын. Мысалы сен бір күйеуіңмен отношениең дұрыс болмай, мысалға маған пациент болып келдің, клиент болып. Менің күйеуіммен отношением дұрыс емес, қарым-қатынасым былай да былай деп сөзбен түсіндіресің, сосын мен саған сөзбен консультация беремін, көрдің бе? Ал бұл жерде өзі атайды тұр психодрама деп. Яғни мен саған айтамын, сен сол мысалы күйеуіңмен отношениені маған кәдімгі саған ана жерден көмекші болғанда көмектесетін адам тауып беремін да, көрсетші, мынау сенің күйеуің, жолдасың, сен оған қандай отношение жасадың, сосын ол саған не жауап береді, неден басталады деген. Соны ана жерде бірінші сен өзің ойнайсың, одан кейін басқа екі адам, біреуі сен болып, біреуі сенің жолдасың болып, жаңағы сенің азғандай психологический жаңағы ситуацияны ойнап береді ғой. Сол кезде сен не только құлақпен тыңдамайсың, көзбен көріп, ананы сыртынан қараған кезде саған кәдімгі картина полностью көрінеді, көрдің бе? Психодрама ол кәдімгі психологтардың классикалық несі ғой, әдіс тәсілінің бірі. Да. Гештальт терапия деп атады, психодрама, сондай сияқты ғой. Керемет. Енді КПН деп атады. Бірінші рет болайын деп тұр ғой енді осы мастер-класста, иә? Күшті. Мысалы, обычно адамдардың ситуациялар ұқсас жағдайлар ғой, мысалы, күйеуімен қарым-қатынас, жаңағы енесімен қарым-қатынас ұқсас нелер ғой. Сол кезде әркім темалар десе. Темалар ұқсас. Әр жағынан мысалы қарап отырған адамдар өзінің де темасын көріп, әйтеуір онда қайткен күйде де психикаға, әйтеуір біздің мысалы психологтың мақсаты психикаңызға әйтеуір бір мұз жарылғандай бір сен дейді ғой, жаңағыдай ерісте жібісте болды ғой, әрі қарай уже ақымақ адам жоқ қой, өздері алып кетеді. Соны біз со стороны көрініп тұр, біреудің қателігі деп айтамыз, біреудің жаңағы ситуациясы сырттан көрінеді, өзіміз жаңағы ситуацияның ішінде тұрған кезде, өзіміз қара орманның ішінде, ну орманның ішінде тұрған кезде көрмейміз де. Өзің ойлашы, орманның ішін сен сырттан қарасаң, жаңағы вертолетпен үстінен қарасаң, саған шығатын жол бәрі көрінеді ғой. Ал өзің сол орманның ішінде тұрса, жаңағы эмоцияның ішінде, күнде қырғын, ұрыс, реніш соның ішінде тұрған кезде саған выход көрінбейді, шығатын жол. Онда сен ана жерде есебі сен мен күйеуің болып біреулер ойнайды, а сен соны сыртынан көресің ғой. Басқа адамдарды сыртынан көреді. Өйткені сол ұқсас ситуация ғой, ешкім еноплан жерде жоқ бұл жерде. Сондай. Керемет. Сондықтан 7-сі күні бұйыртса сағат 2-де болады. Менің рухани даму орталығында астаналық қыздар қатысыңыздар. Осындай форматта мен бірінші рет өткізуім. Алды талай өтемін. Күні кеше жаңа алаула 11 сынып бітірушілерге арналған мысалы керемет өтті формат. Өздерінің вайбтарында түні бойы өзімнің айтатын сөздерімді солардың тіліне келтіруге тырысып, чат GPT-ні өзім жазам, кәдімгі қызық қал жерде күлгім келетіні, мысалы, обычно орысшадан қазақшаға переводтасақ, бұл жерде қазақшаны қазақшаға переводтап отырмын ғой. Қазақша жазсам да жастар тілімен деп. Иә. Небір сөздерді үйрендім. Күшті. Зато өтті балаларға. Тағы да сұрап жүр, мысалы, Қарақат айтып жатыр класстары, қызым, тағы да өткізші деп жатыр, қашан болады деп. Осы 51-ге өтті. Ал ертең бұйыртса 58-ге неге кетемін, ол жаңа профориентацияға, психолог мамандығын танысуға кетемін. Сондай. Өзіме психология мамандығы қатты ұнайды. Енді космоэнергетика жаңа ғана осының алдында мына жерде отыр ма екен, бір жігіт маған звондап еді. Сіз космоэнергетсіз бе дейді. Иә дедім. Сізден сеанс алайын деп едім дейді. Содан сұрап отырмын ғой, сіз бұрын сонда космоэнергетикалық сеанс алып көрдіңіз ба десем, иә, офлайн алып көргем дейді. Енді не болды десем, тағы уже алдында жақсы болып жүрдім, енді қайтадан өзім жаңағы сізде не мәселе, не проблема, денсаулық па, жаңа қарым-қатынас па, ақша мәселесі ме десем, бәрі де бар, соның бәрі жолым болмай жүр дейді. Енді сөзінен тыңдағаным, мен түсінгенім, типа мен басқа жұрттың тіл көзі, дуасы мені дуалайды, мен содан сондай болып жүрмін дейді. Енді мен айтамын, онда сіз маған психологиялық сеанста жасаймын, разборда жасаймын. Жоқ, маған психолог керек емес, мен де психология бәрін білем дейді. Күштімін.
Енді мен айтамын, сенің жаңағы әңгімеңізден мен тыңдап тұрып, сізде явный нелер бар да, психологический проблемалар. Сенің ішкі жан дүниең жылап тұр ғой десем, иә жылап тұр, бірақ маған психолог керек жоқ дейді. Сонда қазақтар психологты, если психологқа обращаться етсе, ол сен мен психпын деп ойлап қалады да. Да. Ал мына космоэнергетика соның Мойындамайды дейсің ғой. иә мойындамайды. Ал енді ол айтады, сіз екі түрлі маған мамандық, енді есебі сіз екі түрлі маман болып, маған екі түрлі әңгіме айтып тұрсыз дейді. Маған психология керек жоқ, бірақ жаңа проблемасының бәрі, айтқанның бәрі психологтың проблемасы. Психолог шешетін, ішкі жан дүниесін реттейтін. Ал маған ол керек жоқ, маған тек қана космоэнергетикалық сеанс керек дейді. Сол кезде мен барлықтарыңызға түсіндірейін, бұл психология, бұл ғылым, яғни адамның психикасын реттейтін. Психика дегенімізде адамның ішкі жай күйі ғой, ішкі жай күйі. Соны реттейтін ғылым. Ал космоэнергетика дегеніміз сол психикаңызды, ішкі жай күйіңізді, энергияңызды, денсаулығыңызды бәрін реттейтін бір керемет аппарат қой, инструмент. Екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты. Сондықтан космоэнергетиканы әркім өзі оқып алу керек қой. Өзі оқып алмаса. Сен мысалы өкінесің ба оқығанға? Жоқ, өкінбеймін. Мен айтамын, оны әркім өз саласына жаңағындай, сен мысалы психология жаққа мысалы бағыттың ғой, әркім өз саласына бағыттап арғай дамытып болады деп ойлаймын. Мысалы сен массажисткасың, сен массажына, мысалы массажыңды сен уже космоэнергетиканың каналдарысыз өткізгің де келмейді, өткізбейсің де, иә? Иә, мен постоянно, даже балаларыма да үйде жасап жатқан кезде де уже сразу автоматически уже каналдармен, жүргенде де каналдармен, сол постоянно сол каналдармен жүреміз ғой. Массажға әсіресе жаңағы немізді астана грязный энергетиканы кетіретін не жақсы, иә? Колодец. Иә, солар жақсы. Үйде де тұрғанда да жаңағындай көп неткен кезде де душқа жуынып жатқан кезде сол колодецті ашып қойып, барлық каналдармен сөйтіп жуынамын, даже тазару болады ғой. Мен сөйтіп үнемі. Енді сен массажистка болғасын, сол жағын көбірек ойлайсың ғой. Мен болсам психикаға кетіп қаламын, сезім, ой деп. Психолог болғанса, сен болсам жаңағы телесінен көбірек ойлайсың ғой. Көбірек. Грязный энергетиканы тазартам деп, денемді. Иә, тазартам сөйтіп. Әрбірдесін ешқандай еш жерде жұмыс істемесе де адам, мысалы, қарапайым әже болса да керемет емес пе, иә? Немерелерінің жолын ашуға деп айтамыз ба, немерелерінің жаңа состояниесін жақсартуға, отбасылық береке алып келуге керемет, иә? Қарапайым әже болса да. Иә, таңертеңнен бастап кешке дейін қолдана береміз ғой. Кеше вақытты емдеп жатырық қой ағамды. Иә. Белін етіп кеткен кезде. Сол айтып жатыр ғой, сен 4 түрлі ем қолданып жатырсың ба, бұл жерде космоэнергетика бар, бисмилляң бар, шамандығың бар, деген бар деп. Иә. Иә. Каналды ашып тұрғанбыз. Иә, сөйтіп каналмен емдей береміз. Бұл ешқандай серік қосу емес, бәріміз де мұсылманбыз, иә? Бірінші бір Аллаға сыйынып аламыз, иә? Енді ол не только ол каналдар арқылы пайдаланған, жалпы шай ішерде де кез келген нәрсе жасар кезде енді кез келген мұсылман адам өзі ішімізден намаз оқымасақ та әйтеуір бісмілләмізді айтып аламыз ғой, бісмілләмізді. Иә. Енді үйреншік жағдайға. Хаттамдер жақсы, иә, дейсіз осы. Иә. Кез келген жағдайда қосып, солар жұмсап жүресің. Енді өкінбеймін ешқандай да. Сондықтан мысалы мен де мысалы түске дейін ауырып қалдым. Егер космоэнергетикам жаңағы инструментім болмаса, антибиотик ішемін барамда. Мысалы не істеймін енді? Жазылу. Болмаса терафлю ішемін, бірдеме ішемін, әйтеуір дәріге жүгіремін, балалар жүгіртіп сразу. Өзімен өзім қалай ауырсам солай жазылып алдым да. Иә. Тем более кешегі кісілер сезді деп отырсың ғой, кәдімгідей. Олар енді энергия сезетін, нететін адамдар ғой. Иә, кеше крупный нелер жасадым ғой. Кеше насыщенный болды, сеанс жасадым, артынан кейін индивидуально қашамын. Так, Шынар ханым жазып отыр, иә, мен немеремді тазалап содан медаль алдық, иә. Каратэден дейді, әне? Мысалы, сондай адам, мысалы, Шынар ханым зейнеткер, немересіне бала шағасына қарап отырған адам. Қаншама, иә, жақсы емес пе? Ол жерде не істеді? Медальді ол Шынар ханым жұлып алып берген жоқ, просто энергетикасын тазалап, баланың энергиясын көтерді, иә? Если былайша жолын ашты, полесін тазалады.
Қандай керемет нәрсе. Ешкімге зияны жоқ, пайдадан басқа. иә, списывание записывание деген бар. Соны Шынар апай алдында мен балаларыма істеттім ғой, үлкендеріме істеттім, кішкентайларға істеткен жоқпын әлі. Осы жақта жаңағы Сабира апай істейді деді ғой деймін, иә? Сол кісі істеп жүр ма, сонымен айналысып жүр ма? Осы жақта ма, Астанада? Так, Зайгүл, Шынар ханым, Сабира ханымнан сұрау керек. Айтар енді ол кісі неде тұрады ғой, жаңағы частный домда тұрады ғой. Қызым қазір мен өзі мысалы оқуын бітірмей уже жұмысқа тұрып жатыр. Қызым айтатын ем ғой, жалқау деп. Жалқау, ұйықтай береді сабақтан кейін деп. Иә, Шынар апай есіңізде еркелігі де бар ғой, жалғыз қыз. иә, еркелігі бар, сабақтан кейін Папасының еркесі. қайда, одан кейін барып кәдімгідей ыстық болып пысып, спортына барып, қазір кәдімгідей жұмысқа орналасып кетті ғой. Кәдімгі екі компания таласып жатыр енді оған. Екі компания барамын деп кәдімгідей ойланып қалды еще. Кәдімгі зарплатасымен сөйтіп. Сондықтан бұның андай әсері емес, просто так емес. Энергияның бар жасы ғой, бәріміз энергиядан тұрамыз ғой, любой нәрсе. Иә. Сосын мысалы Ресей жерінде бұл үздіксіз дамып келе жатыр да, керемет анау-мынау емес, медиктар, жұлдыздар, енді былай қарасаң, біз орыстардан ғылым білімнен олар кенде адамдар емес қой. Иә, мен сол жаңағы мен бір басқа ұлттың жаңағы клиентім бар ғой, жаңағы врач өзі. И сол кісі постоянно маған келген. Иә, өзі врач. Сол кісі менен сеанс алады, жеке сеанс алады, бірінші одан кейін жаңағы массажын алады. И всегда нетеді, тоже былтырдан бері маған, именно космоэнергетиканы былтырдан бері нетеді, ал массажға 2-3 жыл болып қалды келгелі. И сол кісі тоже қазір анда барады, қазір жақында ғана Москваға барып келді. Уже андай неткеннен кейін шетелдерге шығатын болды постоянно. Энергиясы тазарып, энергетикасы жол ашылып жатыр дейсің ғой, иә? Постоянно клиент мысалы, орысылды ғой енді жасыратын жоқ. Иә, соны сенеді да сондайларға, мен бәріне сенем деп айтады, сенем деп шырғанымды келіп, соны жасатып, тағы бір результаттарын айтып жатады маған, бәріне сенем деп. Мен айтам, білімде жүрген адамдар білет бәрін негізі. Білмейтіндер ол харам, ол анау деп жалқаулар отыра береді. Өтірік діннің артына тығылып, иә, сөйде береді. Сондықтан біздің жолымыз болды деп ойлаймын. Негізі бұл әлем енді өзгеріп жатыр ғой, осы әлем тазарады деп жатқан ол рас қой. Ертең білім алмай жүргендер, олар тазарып нетеді. Білім алғандар, мне кажется, қалады өмірде. Жаңағы ішкі сезімдердің, ниет, ой, солардың бой көтерген заманы ғой, энергия. Иә. Сондай заман ғой қазір. Бұрын мысалы сенің біреудің ниеті қандай, энергиясы қандай, ойы қандай, шаруамыз жоқ, олар ойламаймыз да, знать не знаем. Құр жаңағы уақытылы жұмысқа келсе болды, 6-ға дейін жұмысын істесе болды, әрі қарай не істейді, сондай заман өзімізді. Мысалы қазір сен қанша кешке дейін жұмыста болып, кеш келсең де әлі толық миссияң бітпей тұрады, сондай заман басталды ғой. Тылсым әлеммен байланыспа. Мысалы тек қана жұмысқа барып, ақша тауып, сонымен бітті, мен бар шаруаны орындадым, миссиям орындалды деген заман өтті ғой қазір. Мысалы Қортекке мысалы тек қана дәрігерге бардым, бітті 100% гарантия. Бұрын мысалы ауырсақ не деп ойлаймыз? Дәрігер бізді құтқарады, больницаға жатқызады, бүйтеді сөйтеді. Күні кеше ковид соны дәлелдеді ғой. Иә. Тек қана медицинаның әлсіз екенін қаншама жақындарымызды мысалы айырып қалған жоқпыз. Иә, айтпа. Сондықтан энергиясы жақсы адам, энергиямыз жақсы болып жүрсе, біз аурудан да нетпейді деп ойлаймыз, ауырмаймыз да деп. Жолымыз болғыш адамға айналамыз, иә, сен айтқандай. Иә. И тем более. Анна Шынар ханым жазып жатыр. Жаңағы сенің клиентің. Иә. Шынар ханым жазып жатыр, списывание записывание. Списывание. Даже я списывание ол кісіге списывание деп. Шынар ханым номерін бердім ол кісіге. Списывание записывание жасатты. Соған дейін жасатты ғой. Андай кәдімгі резко нетіп кеткен ғой ол кісінің нелері. Ағасымен кішкене проблема болған, сондай сияқты ғой жағдай. Ашылады дейді ғой, кәдімгі бүйтіп ашылады деп. Қаншама нәтиже болған сонда, ол да кісі, дайын тұрған ғой өзгеруге. Сосын адамның полисіне де байланысты ғой, санасына да байланысты, санасы қаншалықты ашық, одан қалды полис қаншалықты незасоренный дейді ғой, таза болса, соғұрлым адам тез өзгеріп кетеді.
әркім әртүрлі де полюсі. Біреудікі жаңағыдай әбден блокталып қалған, өкпе, реніш, қызғанышты әбден жылдар бойы ішіне берген, немесе біреу энергетически слабый болады, біреудің мінез құлқы қырсық болады, жаңағыдай стресс болған, қатайып алған, соларға ұзақтау уақыт кетеді. Ал кім жаңағыдай дайын тұрады, жеңіл болады, онікі резко өзгеріс болады оларда. Да. Жаңағы квантовый скачок дейміз ғой, бәрімізді квантовый скачок жасағымыз келеді ғой. Мысалы, квантовый скачок дегеніміз адамның бір состояниеден екінші состояниеге жаңағыдай тез, лезде, энергетически секіруге өтуі. Мысалы, мына А точкасында сен қарызың болуы мүмкін, денсаулығың сыр беріп тұруы мүмкін. В общем, адамның арманы Б точкасы, соған тезде секіретін. Яғни ол жерде аяқпен, денемен секірмейді, ішкі состояниесі, энергетикасы өзгерді. Соны, пожалуйста, квантовый скачок жасауға керемет көмектесетін бірден бір құрал осы космос энергетикалық. Бар болғаны Құдайдың жаңағыдай түсіп тұрған Петровтың ашып қойған каналдары бар ғой, жаңағы жиіліктер. Соның астында бір уақыт бөліп тұру ғой, айтқанда. Енді соны жасамаған адамға мен білмеймін. Мысалы, менен қаншама шәкірттерім оқыды, 100% пайдаланып жатыр деп айтпаймын. Енді ол әркімнің өзінің несіне қарай, жаңа өзінің ниеті, санасына қарай. Менен оқыды екен деп мен барлығын мазалай алмаймын ғой. Сен не істеп жатсың деп. Бәрі үлкен адамдар, совершеннолетний адамдар. Сондықтан мен ешкімді мазалай алмаймын. Әркім өзіне байланысты оқығаннан кейін қолдана ма, наработкаға тұрады ма деген сияқты ғой, сол бар болған жиіліктің астында тұру ғой. Енді соны жасамаған адам, ол значит өзгеруге дайын емес әзір деген адам ғой. Өзінің комфортный зонасында, үйреніш зонасында әлі жүреді, сылтап жүреді. Мысалы, бір жеріміз ауырса да сол аяқтың өзін бүйтіп сылтып басып, бүйтіп адамдар өзінің комфортты, үйреншікті зонасында жүреді ғой, сонымен жүре береді. Жүре береді. Ал өзгерем деген адам ол өзгереді. Енді жаңағы нәрсені істемеген адамға онда мен сиқыршы болуым керек те. Сиқырлы аяқтан бүйтіп жүріп, бәрінің өзгеріп жүруім керек. Ондай өкінішке орай сиқыршы емеспін. Сиқыршы болсам, бірінші өзім бала шағамнан бастамаймын. Өзімнен бастаймын ғой, бәрі оңай болса, өзімнен бастаймын. Сөйтіп наработкада тұрмай-ақ. Сенің мысалы шәкірттеріңде бәрде сен психолог болғаның бір жағынан жақсы да, именно. Кеңес алады, сенің біліміңмен өзің бөлісесің, қаншама жылдар нелермен айтасың, инсайттарыңды айтасың барлық. Соған мне кажется, шәкірттеріңнің жолы болғысы сияқты. Мен енді о бастан жол болғыш адамын деп. Общий депін ғой, общий чатта, жалпы чатта ондай психологиялық қолдауды көбіне жеке шығарып жасырады жоғары. Жеке жүргізіп жатырмын да, мысалы, ондай қолдауға обращаться етпеген, ондайға жүгінбеген адамдар мүмкін түсінбеуі мүмкін. Ал ондай мәселемен маған жеке шығады да бәрі. Шынымен сонда ғой, жұрттың көзінше ондай психикалық жағдайлы ішкі жан дүниесін ішіне ақтара алмайды оның. Сонымен де уже космоэнергетика неткеннен кейін, психологияны білгеннен кейін, бір жағынан барлық адамдарды көріп тұрасың да. Насквозь дейді ғой, сол айтады, көзің ашылады, как будто розовый очкиді алып тастағансың, Содан кейін бір түрлі адамдарға деген бір махаббаттың ашылады, бір түрлі адамдарды жаным ау бірдеңе түсінбей тұр ғой деп қана немен ғана қарайсың да, жоғары тұрғыдан ба солай қарайсың. Білмейсің уже. Басында мен психологияны өзін-өзі тануды дамытуды бастадым 31 жасымда. Сол кезде уже әбден өзім үшін жаңағындай психологияны оқып алдым ғой, жаңағындай әртүрлі дипломның сыртында. Сол кезде как будто артық нәрсені білесің де, менмендігің оянып кететін. Типа өзің білесің де, басқалар тупой дегендей. Сол этаптан да мысалы мен өттім, көрдің бе? Ол кезде ол эго қосылған жер уже оңбай құлайсың. Ана жерде маған космоэнергетиканың ұнайтыны, космоэнергетиканың мощный инструмент қой. Жүрегімді ашты да, потенциалымды ашты, жүрегімді ашты, как будто жүрекпен сезесің да уже. Жүрек ол ешқашан алдамайды. Жүрек қосылған жер ол міндетті түрде көбейеді. Жүрек тыңдасаң, егер оны сезе алсаң, ол ешқашан сен қателеспейсің де, түзу жол табасың. А мынау ол бас деген адамды адастырады. Ол шектеулі нәрсе. Жұрттар қара күшке сенеді,
басындағы азғантай 5% логикасына сенеді, ақылына, кавычкада. Оның барлығы шектеулі нәрсе де. Мысалы, қазір біз керемет, сенде 2 высшее образование, менде де 2 высшее образование. Керемет, екеуміз де бестік болып қалмыз, мысалы, мектепте. Қазір мысалы қанша жерден кереметпіз, осы білімдіміз дегенмен де, мысалы, әлі біздің не то что басқа нәрсе, өзіміздің ағзамыздағы, мысалы, жүректі сен қызметін толық түсіндіріп бере аласың ба, мысалы? Бауырдың кез келген, мысалы, бүйректің толық біз қазір тұра тұр бауырмен нені сүзіп алайын, тұра тұр жүрегімді соқтырып алайын деп ондай түсінбейміз ғой, біз түсінбейтін нәрсе. Екі аяқты пенденің миы жетпейтін нәрсе бір алла білетін, иә. Сондықтан біз соның өзіне құттақандай жаңа өзіміздің бойымыздағы нәрсенің өзі миымыз жетпейді, ал еще біз логикамызға сеніп керемет бір ақылды болып өмірімізді осы логикамен сүргіміз келеді де, көрдің бе, интеллектуальный немізбен өзіміздің интеллектпен өмір сүргіміз келеді. Ол все равно қанша жерден неше кітап оқы, 10 высшее образование алып, все равно ол жаңағы логикаға сену, ол дегеніміз өз-өзіңді шектеу деген сөз ғой. Жоқ, ол мен оны жоққа шығармаймын, қара күш те керек, еңбектену де керек, логика да керек, бірақ ол екеуі шектеулі нәрсе. Бұл жерде шексіз бізде и так Алланың берген нәрсесі бар. Энергия шексіз. Мысалы, саған бүгін 10 қап энергия алдың, болып все берілмейді деп айтпайды ғой. Немесе 10 килограмм, 10 тонна энергия алдың, бітті, все, доступ жоқ, жабылды деп айтпайды ғой. Шексіз, пожалуйста, энергияны көтере берсең. Бүгін мысалы, все, уже сен уже 10-20 мың ой ойладың, все. Ойда шексіз, мысалы, қарасаң. Одан қалды, әсіресе мына сезім. Бүгіндікке сен 5 рет қуанттым, все, никакой енді қуанбайсың. Енді бүгіндікке қуануға болмайды деп. Шексіз, барлық осылардың барлық шексіз, яғни бізді тылсым әлеммен, Алламен байланыстыратын нәрсе ғой. Шексіздікпен, вселенныймен байланыстыратын нәрсе. Соны енді нағыз оларды реттеуге мощно жаңағыдай көмектесетін нәрсе, пожалуйста, космоэнергетика. Оны психологиялық жолмен де жаңағыдай жаяу жүру, уақытылы ұйықтау, тамақ, пайдалы тағам ішу, жаттығу жасау, оның бәрінде жасауға болады. Бірақ ол ұзақ процесті, плюс жаңа канал есебі, антибиотик, сен ауырып тұрсаң, антибиотикпен тез емделіп аласың ғой. Сол сияқты каналды қосып жүріп істесең, жаңағын бәрін, жаяу жүру бәрін, еще каналға тұрып, еще жаяу жүріп, еще жаңа тамағынды контрольдап, еще психоэмоционалдық жағдайыңды реттеп, жаңа аяқталмаған қарым-қатынасты реттеп, аяқталмаған істер дейміз бе, соның барлығын ретке келтірсең, өзгеру деген сол ғой. Қор психологияға сеніп жүрсең, ол ұзақ долгий процесс. Мысалы, менің 18 жылым кетті. Енді тағы менің қаншама армандарым бар. Енді бір 70-ке келгенде арманымды орындаймын. Енді бір 18-20 жыл өтсін дейді. Мысалы, менде уақыт жоқ. Маған қазір денсаулық керек. Маған қазір ақша керек. Маған қазір қарым-қатынас керек, көрдің бе? Вот, пожалуйста, космоэнергетика. Мен өмірімді космоэнергетикаға кейін деп бөлемін да. Мысалы, білмеймін ғой, күндердің мысалы, мүмкін мен космоэнергетиканы дальше оқытпасам да, мен өзіме для себя практиковать етуді ешқашан тоқтатпаймын, алғашқысы. Өйткені бұл космоэнергетика, канал деп аты біртүрлі непонятный болғанмен, ол есебі энергия ғой, энергия, таза энергия. Энергияда неге қашасың, мысалы? Энергия керек қой. Ол просто жаңа космоэнергетика атынан қазақтар сөйлейді, жаңа психолог дегеннен шошыған сайын, маған жоқ психолог деп. Шынар апай жазып не дейді? Информационный каналды қолдандым дейді. Неттім дейді. Қырқаяқтарды жойдым дейді. Қырқаяқтарды, грызундарды жойдым. Рас, Шынар ханым, енді тәтіпе барлық жағынан пайдаланып жатады ол кісі. Мейлінше. Молодец. Молодец. Өзім, мен бостан 1 жыл болып қалу бұл кісіні кездестіргеніме. Кәдімді өзгерді, Шынар апай, былай да өзгеріп кетті. Өзі алаш, адамның ішкі жан дүниесі тыныш болса, энергиясы көп болса, денсаулығы жақсарса, адамның сол сыртқа да берілмей ме? Отражаться етеді ғой енді, ол берілмесе. Кәдімгі несі де өзгерді. Айтбай. Сол, қандай сұрақтарыңыз бар? Біз космоэнергетика туралы айтып жатырмыз. Достан кейде балалар ауырып, енді мен балаларым болған соң дейтем ғой енді. Кішкентай ғой сен балалар не? Содан
обычно күзде көктемде ауырып жататын еді ғой тфа биылдары ондай болған жоқ әйтеуір күзде де көктемде де Апталап грипптен гриппқа кетіп па? Грипп болып иә иә жатыр. сондай болып жататын одан жаңа үлкен балам ғана осы жатақханада тұрады ғой енді бөлек Мгм. сол ғана бір күні тамақ алып келді сол бір күн тамағын емдедім ол айтып жатты ертең бізде встреча ана тимбилдинг дей ма бірдеңе болады білмеймін барам ба бармаймын ба деп жатты мен айттым ей барасың десем содан кейін келдім де емдедім оны былай да емдедім тамағымды да емдедім сол келесі күні кетті ғой тимбилдингіне бәріне а қалған менің полемде үйдегілерге ондай тфәй ондай болған жоқ Ондай болған жоқ. Жылда Есте балалар кішкентай ғой. жөтеліп нетіп жатады ғой қазір тфә енді кез келген неде қолданамыз бұны ғой сондықтан да оқып алғандар күшті енді оқып алған адамдар бір сенімділік береді өзіңе кез келген нәрседе нетесің ғой Сол енді басқа не айтасың Шынаржан? Шынаржан деп Шынархан бөліп отырмыз. Шынар апай деп ойлап Иә. Шынар апайдың энергиясы басып кетті. иә Шынар апай мастер болыпты ғой енді Иә. Шынар апаймен ойнама. иә мәссаған Вишня елкаларымды канал беріп жатыр. Дал. ойбай Өссін деп гүлдеп жатыр. керемет Сакура сияқты дейді. Әне? Күшті а ғой. Мысалы оған да арналған ауыл шаруашылығына да өсімдікке, гүлге арналған каналдар бар космоэнергетика. Одан қалды жаңағындай жәндіктер жыбырлаған бір не жаңағы құрт құмырсқа, одан қалды не жаңағы кішкене кетпейтін бәлелер бар ғой жаңағы. Солардың бәрін құртуға арналған каналдар бар бізде. Керемет. мгм. Мал шаруашылығына арналған энергия прет дейді ал. анау менде анау женское счастье өмір гүлдемейтін Иә. неше жыл гүлдеді ғой сол Әне? иә сол каналдарды беріп қоятын сол гүлдеді биыл менде Жұпар менің ең бірінші пациентім ғой. Ерінбейсің не сен сонда сол кезде балаңды алып келіп қыстың күні ғой сонда. иә Үйге арнайы уақыт бөліп келетін ғой. арнайы келем десейші айтса әйтеуір басында Зато сол кезде бірақ миома кистаңнан жазылдың ғой. Мысалы соның өзі күліп отырмыз қазір. Неге нетсең жаңағы врачқа жүгінсең неприятный нәрсе ғой. Қаншама жаңағы не аласың, миоманы алып тастау керек, кесу керек, операция. Кистада бәле, одан қалды жаңағы элементарный спиральдің өзі орнына келтірудің өзі неприятный нәрсе емес пе? иә Ол сөздің ұяттығы жоқ. Соның барлық канал арқылы. Мен жаңағы әсіресе таңғалғаным сен қалай спираль ол орнына түседі, мен соған иә таңғалдым. содан кейін барып мен гинекологқа барғам өткенде қарап жатыр да менен немді сізде миома болыпты ғой деп мен айттым иә болған одан кейін кеткен деп жатырмын қалай кеткен дейді мен айттым солай кетті деп керемет нәрсе ғой, рахат. Любой операция организмге риск, организмге стресс қой енді ол. да Любой операция. Кіші болсын, үлкен болсын, қандай операция болса да ол организмге стресс нәрсе. Операцияға желательно жаңағы түспеген дұрыс енді мүмкіндік болса. иә конечно Сондай. Сондықтан жизнь прекрасна дейді, өмір тамаша деп. өмір тамаша деп Алланың бұйыртқан өмірін дальше өмір сүре беремін дейсің ғой. Сүре береміз, иә. кез келген нәрседе Иә. Ауру сырқауымен жыламай, еңіремей, әсіресе әйелдерге керек, иә. Мысалы, мен де жаңа Исламбек балам Турцияда жүрген кезде мысалы отравлениеде болды, салқында тиді. Мысалы, сол кезде құр үйде жылап, еңіреп енді уайымдап отырғанша, ол Турцияға бірден жетіп бара алмайсың. Жаңағыдай бала ауырбаса тағы ұйықтай алмайсың бір. Сол кезде бір рахат. Әйтеуір бірден істейсің да. Шынымен көмектеседі, еще миың да тынышталады да, әйтеуір көмектесіп жатсың. Қандай керемет нәрсе. Мысалы, ана жолы бір рет айттым, менің мамамның давлениесі 200-ден асып кетті, үйінде інім келіні жоқ. Ол үлкен адам байқамай қалған ғой, бар деп сөйтсе ол пустой дәрісі. Сол кезде баламды дәрігерге неге жібердім аптекаға, Исламбекті, ол пока келем дегенше мен барып уже сразу жаңа космоэнергетиканың каналымен түсірдім. И сол кезде сезіндім состояниесін. өзің басың ауырып кетті ғой, иә? Иә.
қандай керемет нәрсе иә мысалы сол кезде. сен анау неткен кезде де сезіп едің ғой анау беременный болған кезде. Иә, жеңгемнің несін кәдімгі сезіндім. Ана сосын алдында ана марқұм атын ұмытып қалдым ғой. Темірлан деген бала ма аты бір марқұм бала комада жатқан кезде мысалы сол мен ешқашан өйтіп біреуге сеансты жылап жасамағам. Сол кезде көзімнен шелектеп тұрып шығыс келді еще андай әпше деген дыбыс келді. Мен мысалы біздің солтүстік адамдар әпше деген лексиконымызды пайдаланбаймыз. Сөйтіп артынан сеанстан кейін сұрасам, жыладым қойсам, иә дұрыс, сол мамасының жаңа аяқ астынан аварияға түскен кезде ана қорқып селк ете қалып стресс алып жылай алмай қалған бала ғой. Содан басында опухоль пайда болып комаға түскен. Сол жасы ғой. Одан қалды жаңа әпше деп жатқан, сөйтсем оңтүстіктің адамы екен да, баласы екен. Мысалы анау қалай мысалы мен қарапайым қарасаң ондай сверхъестественный қасиетім жоқ. Қарапайым мұғаліммін, психологпын. Каналдың құдіреті ғой бұл жерде. Көрдің бе? Каналды ашу арқылы мен жаңағыдай информацияларды алып жатырмын. Әйтпесе мен бақсы балгер емеспін, емші емеспін десең енді өзің. Иә. Сондықтан қайдан естідің осы космоэнергетика емес, ол медитация арқылы екен ғой. Кімнен естіген екен ғой. Медитация арқылы адам рилстарын бәрін шығарады екен да рекке. Солай да нелерге де рилстарға да сондай каналдармен нетуге болады. Мен енді медитацияны каналмен жасаймын. Қазір сондай болып кеттім. Сосын мысалы мен как психолог ретінде адамдар жаңағы неге неше түрлі мероприятиялар өткіземін, тренингтер, одан қалды жаңағыдай неше түрлі, соның барлығында уже автоматом менде канал ашылып отырады да. Мысалы бұрын өзім мысалы практиковать еттім, өзім басымнан өткіздім, оқыдым, соны жұртқа жеткізе алмай қор болады деп ғой. Жетпей. Сосын даже космоэнергетиканың алдында мен ойлап жүргем, қой мен енді жұрттарға жаңағы үйретуді, психологияны қоямын, енді өзім пайдалана беремін ғой, олар психологияның өмір салты ғой, ішкі жанды енді үйрету. Өзім пайдаланамын да жұртқа үйретпеймін. Қоямын деп жүрген космоэнергетикадан кейін барып, жаңа каналдар арқылы осознанностьқа келтіресің, полесін тазалаған кезде адам успокоить етілді жаңа каналдар арқылы. Сосын бар уже өзім запросымның бірі де сол еді ғой, жүректен жүрекке жететін психолог болғым келеді деп. Бір жақ сондай адамдарды жаңағыдай канал арқылы состояниеге түсіресің, жаңағыдай успокоить еткізіп, уже саған назар аударады да. Одан қалды өзімнің жаңағыдай каналдарда тұру арқылы өзімнің санам ашылды, өзімнің жүрегім ашылды. Бұрын оқыған білімім бастан құр ауыздан ғана шығады екен ғой, как. Если мен не, робот не жаңағы бір компьютердан бір қосып қояды ғой жаңағы видеодан. Сондай не болған ғой, енді адамнан есту все равно басқаша ғой, энергия бөліну керек қой. Ал қазір осы космоэнергетика каналдар арқылы өзімді тазалау арқылы жүрегім іске қосылды дедім ғой. Сол жаңағы алған білімім жүрекке өтіп, жүректен барып аузымен шыққан кезде жаңағы менің есебі сөзім уже энергиямен шығады да, көрдің бе? Сосын ол барады басқа адамның жүрегіне жетеді. Сондай керемет. Керемет. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ жоқ болса, мен онда сеанс бастаймын. Бүгіннен бастап графикке енейін деп отырмын қайтадан. Шынар апай, енді сіз шығыңыз келесі жолы. Келесі жолы Шынар апай шығасыз, дайындалыңыз. Иә, шыққандай болдым ғой дейді қосарланып. Иә. Ал мынау оқырмандарым, не жіберіп қойыңыздар, самолетчик жіберіп қойыңыздар. Қазір мен космоэнергетикалық сеанс бастаймын. Жаңадан отырған адамдарға. Тұрасыздар, көзіңізді жұмасыздар, денеңізді бос ұстайсыз. Мен сосын жаңа Петровтың каналдарын сіздерге бағыттаймын. Жетісі күні болатын туралы айтып жүрші тағы. Иә, жетісі күні сағат 14:00-де бұйырса бар болғаны 5000 теңгелік тренинг болады. Ол тренингте не болады? Ең бастысы офлайн космоэнергетикалық сеанс болады. Одан қалды жаңағы өзімнің қуат трансформациялық методикам болады. Жаңа неден бастап, мойындаудан бастап, қалай ғажайып әлемге, сонда адамдарды мен психоэмоционалды состояниесін, жаңа бір состояниеден екінші состояниеге, ғажайып әлемге өткізуге тырысамын. Одан қалды жаңағы күнделікті өмірде барлығымызда кездесетін ұқсас темалар бар ғой, тақырыптар, психологиялық проблемалар, ситуациялар.
кейстарды дейді ғой, соны психодрамамен көрсетуге тырысамын. Сондықтан қатысыңыздар, бар болған мен ойлаймын 5.000 теңгені мен чисто символически қойдым да. Өйткені ол бір жағы тегін, мысалы осыны шындаса тегін өткізе салады, ол бәрі ана келген адам оны не қылмайды, жаңағы. Қабылдамайды ма? Қабылдамайды. Энергия ғой ол. Энергия. Сосын жаңағыдай бір жағы қаншама адамға тегін беремін. Мысалы, итак, осы эфирден кейін сеансымызда тегін болады ғой. Бір жағы оларды энергетически қарызға кіріп жүреміз, сосын екінші жағынан оның подсознаниесі адамның дайын болмайды. Біз нанның өзін сатып алып үйренген адамбыз ғой. Ақша жалпы жер планетасындағы кәдімгі мощный энергияға ең маңызды бір құралдардың бірі ғой. Ол айырбас құрал. Оны кәдімгі алла кәдімгі айырбас құрал ретінде. Мысалы, сен массажыңды біреу не істейді. Мысалы, мен бар өлең айтып сатып алмаймын ғой, не істеймін? Ақшаға сатып аламын. Сен бар сол алған ақшаны бала шағаңа дүкеннен барып нан сатып аласың, көрдің ба? Әншінің өзі бар деп өлең айтып кетіп нан алмайды ғой. Әнін бір жерге барып сатады, сол ақшаға барып нан сатып алады. Сол сияқты ақшасын төленбесе, ана менен бұрын жаңағы қатысқан адамдар ол білім болып дарымайды да. Пустая трата времени сил. Сондықтан қатысыңыздар, мен номерімді жазып қоя салайын. Кімге керек, қатысыңыздар. Мен бар ғой, енді таргет беріп, бір адам құсап жүргізіп қайтадан бастамасам. Прямой эфирде бәрі. Oldu. Міне менің мынау Инстаграм парақша, WhatsApp номеріме скриншоттап алып жазсаңыздар болады. Барлық сұраққа. TikTok'ты ашып қоймадың ба? Жоқ, TikTok'пен осы әлі дос жаза алмай жүрмін. TikTok'ты сен ашып қойсай, сразу ертең бастап екеуін ашып қойсай, біреуін. Поставь зелеме. Ал сеансты бастайық онда. Бір 20 минут. Мынау бір рет мені сөйтіп бір марафонымда онлайн бір әйел айтады, мен сізді күттім ғой дейді ғой. Мен ана кең жерге тұрып, жаңа каналдарды бақыттаймын ғой. Сол мен жоқ болғанға мен сізді күтіп отырдым ғой дейді ғой. Тұрасыздар, көзіңізді жұмасыз да, денеңізді еркін бос ұстайсыз. Мен қазір ана кең жерге барып сіздерге сеанс беремін. Мына музыканы сіздердің расслабленный денеңізді босаңсыту үшін әдейі қосам да? Иә. Жақсы онда. Мен шыға берейін, иә? Рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар. Сәттілік, кездескенше. Мастер бол, магистр бол. Әмин. Жақсы, давайте.
Так, қалайсыздар? Керемет сеанс болды. Көптен бері онлайн жасауым. Қалай өтті?
кері байланыс жасап жүрсеңіздер, кім не сезінді, ештеңе сезбесеңіздер, сезбедім деп жаза беріңіздер. Өтірік алдап керек жоқ. Қолдарыңыз қалай? Кімде қандай өзгеріс болды? Жазып жіберсеңіздер. Кері байланыс жасап отыру керек негізі. Сол кезде толыққанды энергия алмасасыздар да. Бұл жерде энергия ғой. Айтып отырмын, мен бақсы балгер емші емеспін. Көріп келдік, онда ерекше қасиетім жоқ. Просто жаңағы ғалым Петровтың ашқан каналдарын, яғни энергиясын жаңағы сіздерге бағыттадым. Бұл жерде мен сіздердің жаңағы телоларыңыз, денелеріңізді, мысалы отты канал болады, өртемеймін. Жаңағы оның энергетикасын, яғни біз энергиядан тұрамыз дедім ғой, іші сыртымыз. Сондағы грязный энергетиканы, тіл, көз, дуа, жаман нәрсе, тағы не, ауру сырқау, солардың грязный энергетиканы, негативті энергетиканы өртеймін. Өйткені өзім ондай құдіретім жоқ. Жаңағы ғалымның жылдар бойы зерттеп ашқан каналын бағыттаймын. Құртқан мен же не сияқтымын ғой, жаңағы проводник. Жаңағы Петровтың ашқан ілімін мен үйрендім, сонастройка жасалғанмен, соны жаңағы өзі бір тәртібі бар, сол арқылы сіздерге бағыттап жатырмын. Сәлеметсіз бе, мен кешкіріп қалдым дейді. Кешкіріп қалдыңыз ба? Не дейді? Тербелтті ме? Тербелтті дейді. Тағы кімде қандай өзгеріс болды? Ештеме сезінбесеңіз, оны жазыңыз. Ештеме сезбедім деп. Енді бұл онлайн форматта өткізіп жатырмын. Енді бар болған 5.000 теңгеге офлайн форматта өткіземін. Астана қаласында әзірге. Түбінде Алматыға да бару ойымда бар. Сондықтан осы 7 мамыр күні, май күні бар болған 5.000 теңгеге офлайн космоэнергетикалық сеанс болады. Одан қалды қуат трансформациялық әдістемесі болады. Яғни бір состояниеден екінші состояниеға өтуді үйретемін. Одан қалды жаңа психодрама. Сіздің өміріңіздегі проблемный тұстарыңыз бар ғой, ситуацияларыңыз, соны жаңа психодрама деген сөз кәдімгі психологтардың классикалық әдістемесі ғой, методикасы. Соны сол арқылы көрсетуге тырысамын. Саламатсыз ба? Ыссы лепсіздік дейді, алдымнан дейді. Мен Әсел ханым, сондай бірдеңе болады. Кеш жарық Ләззат ханым, мен кешкірдім дейді. Алдымнан жарқ ете қалдыңыз ғой дейді. Сізді сағынып қалдым. Алла қаласа барамын дейді. Келіңіз, жаңа тапай, бұйыртса кездесеміз Астанада. Рахмет, керемет болды дейді. Кекірдім, тербелдім дейді. Мен көрдіңіздер ме? Мен осындай даже онлайн, өйткені бұның ешқандай несі жоқ, жаңағыдай. Қалай айтсам, бір сказка, ертегі дейтін жоқ. Өйткені энергия деген шексіз нәрсе ғой. Частота, энергия. Сізбен біздің телефон арқылы не байланыстырып отыр? Сын жоқ ортада көзге көрінетін. Әрине частота арқылы, е? Сигнал қабылдап сөйтіп отырмыз. Сол сияқты жаңағы менің Петровтың каналдары частота ғой, есебі, энергия. Соны бағыттап отырмын. Көп рахмет дейді. Рахмет, Ләззат ханым, көп рахмет, алғысым шексіз дейді. Еснеп, көзден жас ақты дейді. Раушан, рахмет, кекірдім дейді. Ал кім ештеме сезбеді, айтыңыздаршы, мен соған жауап берейін. Рахмет, мың алғыс дейді, рахмет көп. Кім ештеңе сезбесе, мен соған етіп бүгін болады. Солай. Мен сіздермен қоштасам, ертең жұмыс күні өте шаруа көп. Енді бар ғой, бұйыртса неде шығарып жарым. 21:00 өте кеше, 8-де шығарып жарым. 20:00-де кіріңіздер, сеанс жасаймыз. Кейбір кезде медитация жасаймыз, макроразбор жасаймыз онлайн. Сондықтан қайтадан мынау әлеуметтік желіні қолға аламын, біраз үзіліс болды. Қайтадан жалғастырамын. Бұл кәдімгі өз әлеуметтік желіні дамытпасан, Инстаграм парақшаларын егер подписчигі аз болса, дұрыс дамымаған болса, өзі ешкімді біліммен сендіре алмайды екенсің. Заман талабы да ол да бір. Мен де біраз жылдар бойы мойындамай жүрдім. Қойшы деп. Сөйтсем бұл кәдімгі өзі адамның портфолиосы ғой, сенің парақшаң. Оны дамыту үшін ең бір черная работасы осылай сағаттап тікелей эфирге кіріп отыру керек. Мен соны жасап отырмын. Енді қайтадан қолға аламын. Таргет беру керек. Мысалы, мен таргетті тоқтатқалы қашан. Сондықтан қатысыңыздар. Кеш жарық дейді, сеанс жетті дейді, менде сеанс
үзіліп тұрды дейді. Кеш жарық жақсы өтті. Индисияныз үзіліп тұрды. Қалай ол үзіліп тұрды? Солай. Егер кімде-кім жаңағы менің бар болғаны 5000 теңгелік қуат трансформациялық методикама қатысқысы келеді, Астана қаласының қыздары мына номерге хабарласасыздар. Оффлайн форматта болады. Алматинский район, не жақта болады? Жерұйық паркі жағында болады. Сондықтан қатысыңыздар, келіңіздер. Мен сіздермен қоштасам, енді, наверное, 8-де болады шығар. Запись болады ма дейді. Білмеймін оны, запись жолғысы болмайтын шығар. Келесі жылдары бір запись жасар. Астана қаласы болсаңыздар, келіңіздер міндетті түрде. Ал сіздермен қоштасамын. Жақсы. Қайырлы түн.